Баршаңызға қайырлы күн, қыздар, сіздермен Жанерке. Бүгін осындай талқанның кереметтей ең қарапайым жолын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін бізге талқан керек. Бұл үй жағдайында жасалған таза талқан, яғни қоспасыз. Кейін сары май, бөлме температурасында тұрған сары май керек. Кейін шекер. Басқа ештеңе қоспаймыз. Сгущенка, сүт, мед қоспаймыз. Тек қана 3 қана заттан жасаймыз. Ең алдымен талқанымызды құйып аламыз. 4 ас қасық шекерімізді саламыз. Жақсылап екеуін араластырып, ал енді бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мен де мына жерде салып қойдым. Енді жақсылап біріктіріп араластырып, осында кекстің формасына салып, гүл формасын жасап шықтым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша қолмен мұжып та қойсаңыздар болады, немесе дәл осылай кекстің формасымен қолданса болады. Мен де осындай үлкен форма болғандықтан осындай 4 гүл шықты. Өте өз формасын жақсы ұстайды. Осыған салып болғаннан кейін талқанымызды холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде қатып үлгереді. Ал біздің міне талқанымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Жанерке. Келе жатқан 22 наурыз мейрамы құтты болсын.